Ортаға шықтық. Бұны Заурбек. Бүйірден өтті соққа. Классика ғой енді, солақай боксшы бүйірден сал. Болды, қапасын түкірді, тастады, болды ғой осымен, я? Жоқ. Аяққа тұрды, тұрмайды ма деп ойлады. Түсіну қойын, бұл жерде басымен де бір меңзеп көрсеткен сияқты болды. Әдей жасады, қосымша 10 секундқа қосымша тағы да, міне, көріңіздер, 10 секунд ұтып алды. Міне, тәжірибе деген қайда жатыр. Тағы да, өтті соққа. Сұлтан Заурбек өз жеңісін тойлап та жатыр қазір. Жалғастыруға дайынмын дейді. Болды енді, қазір тындыру керек. 2 нокдаун қатарынан 3-ші нокдаун жекпе-жек тоқтатылады. Бірақ атылудың да қажет жоқ. Тамаша. Ортаға шықты. Рейносо жеткізе алды соққыны. Болды. Тоқтату керек. Міне, енді тұрмайды. Аргентина боксшысы осымен жекпе-жекті аяқтады деген сөз. Капаны түкіріп тастағаны да көмектеспеді. Өзін олайда бұлайда қамшылап көрді, бірақ бүйірден өткен соққы түбіне жетті Рейносоның. Осылайша WBA Continental титулының иегері бізде Сұлтан Кинг Заурбек. Бұл жекпе-жек қарсаңында өз салмағында WBA рейтингінде 5-ші орында тұрған боксшы. Бұдан кейін Сұлтан Заурбек енді әлем чемпион атағына үміткер қатарына қосылады. Міне, алғашқы соққы бүйірден өткен. Салды соққыны. Осы жерде қулық қой енді жасағаны, Рейносоның. Капасын түкіріп тастап 8 секундтан кейін тұрды. Әдейі түкірді капаны, ол да қосымша уақыт берді. Енді олайда уақыт ұтып алуға тырысқанымен, бірақ еш көмектеспеді. Енді бір сезгеннен кейін, білгеннен кейін Заурбек еш мүмкіншілік бермеді. Төмен салмақтарда өнер көрсеткен, бұрын айтпақшы, Аргентина боксшысы. Бәлкім сол да әсер еткен жай, міне қазір көріп отырсыздар. Сұлтан Заурбек қарсыласына қарағанда денелі көрінеді. Жекпе-жек аяқталды. Қазір ресми түрде жеңімпаздың есімі де аталатын болады. Бұл салмақтағы әлем чемпионы Америка құрама штаттарының боксшысы екенін естеріңізге сала отырайын.